Ақыл айтайын ұлым саған, жетпей отыр ақылым бүгін соған. Адалдықтың бұлақтақ жалауын, сол үшін де берілген ғұмыр саған. Сен сүрініп кеткенде тік тұрамын, шыр-пыр болып шырылдап шықты жаным. Дос таңдамай бәрімен сыйласа бер, бірақ жаудың таңдап алу мықтырағын. Жаным балам, тас лақтырма тағдырға, жарқырап жүр, көңілімді қалдырма. Төрседегі төмендеуге хақың жоқ, ел тұрғанда артыңда, мен тұрғанда алдыңда. Талайлар арын сатып саудалаған, қапыда табысыңды жоғалсаң да, намысыңды жоғалтып алма балам. Жолдан іздеп жолықты разығыңды, сен көрсетші әкеңнен осы үлгі. Жарты әлемнің тізгінін ұстасаң да, туған жерге қағарсың қазығыңды. Жаным балам, тас лақтырма тағдырға, жарқырап жүр, көңілімді қалдырма. Төрседегі төмендеуге хақың жоқ, ел тұрғанда артыңда, мен тұрғанда алдыңда. Жаным балам, тас лақтырма тағдырға, жарқырап жүр, көңілімді қалдырма. Төрседегі төмендеуге хақың жоқ, ел тұрғанда артыңда, мен тұрғанда алдыңда. Ел тұрғанда артыңда, мен тұрғанда алдыңда. Айтөлі батырымызды өзінің ата-анасымен салтанатты түрде қарсы алатын боламыз. Той иелері сыртта меймандардың барлығын ішке қарай кіргізейік. Шама келсе баршамыз орнымыздан тұрайық, сөмкемізді қойайық, сырт киімімізді шешейік. Санаулы сәттерден кейін бүгінгі қуанышымызды бастайтын боламыз. Не деген қошемет мынау, той құтты болсын, баршаларыңызға бір қошемет ұрайық. Үлкен рахмет. Енді бүгінгі кешіміздің басын ең бірінші әуелі Алланың атымен барша әлемдердің Раббысы, қиямет күнінің патшасы Алланың атымен бастауға рұқсат етіңіздер. Үлкен рахмет. Енді бүгінгі таңда осындай бүгінгі той иелері Самат Мырза мен Жұпар ханның шаңырағындағы Айтөре батырымыздың тұсаукесер тойына баршаларыңыз қош келдіңіздер. Үлкен рахмет. Жалпы тойдың басында сұрап өтейін барлықтарыңыздан, көңіл күй, настроение қалай, тойлауға дайынбыз ба бүгін?
Осындай. Мен сіздерге сұрақ қойайын, я немесе жоқ деп жауап берсеңіздер болғаны. Бүгінгі тойда ән айтамыз ба? Ән айтамыз ба? Би билейміз ба? Ойын ойнаймыз ба? Тілек, тосты қысқа айтамыз ба? Молодцы, осыған келіссеңіздер бір қошемет ұрып қойыңыздар. Үлкен рахмет енді. Қазақта не дейді енді? Ас иесімен дәмді дейді. Енді сіздер мен біздерге осындай мерекелі, берекелі дастархан жайып той жасап отырған бүгінгі той иелері Самат Мырза мен Жұпар ханымды және де Айтөредей батырымызды сонау биші қыздардың сүйемелдеуімен ортаға қарсы алайық. Ортада той иелерінің балалары және де Айтөре батырымыз. Ал ортаға той иелерін қарсы алайық. Той иелеріне қошемет бар ма? Айтөре батырымыз Алла қаласа Қазақстанның бір беткестер ұстар азаматы болсын деген келеді. Той иелеріне бір без музыка бір қошемет ұрып қойыңыздар. Қошемет бар ма? Үлкен рахмет. Енді біз көп сөйлеп созбай, әдеттен озбай, бүгінгі Айтөре батырымыздың тұсауы ала жіппен тесілген болатын. Енді бүгін барша дүйім жұрттың көзінше тоқ шөппен тескенді жөн көріп отырмыз. Сондықтан да баршаның тұсаукесер рәсімін бастасақ. Рұқсат қоятын заттарын ортаға қойып, мен тұсау кесуге ортаға Бағдат Мырза мен Гүлмира ханымды ортаға шақырайын. Тұсаукесер рәсімі сіздерге бұйырған екен. Қол соғып қойыңыздар, осындай той қуаныш сіздерге де қалыпты жұғысты болсын. Қазақта өзі ала жіппен келсе, ешкімнің ала жібін аттамасын деп, тоқ шекпен келсе, қарны тоқ жүрсін деп, көк шөппен келсе, көгеріп жүрсін деп. Ал, тоқ шөп аяғына байлай. Өзіңіз байлаймыз. Қазақта енді анау адамдарға тұсау кестірмейді, сіздердің жолдарыңызды берсін деген ниетпен кестіретін болады. Баламыз аттай шауып, құстар саңғып, жоғардан көрмейсің. Енді... Төрес. Мына, үстіме. Кәзгер, мына шаң өтпей атыр. Кіндік әкес күті шесес бар ма? Бір ақша салып өтіп кет дейді. Ал, аттай шауып, құстар шөмер бар. Жоғардан көрін балам. Жоғын ашық болып, қайда шөмер аман бол. Дені сау болсын. Үстіме. Ал, бір қошемет ұрып қойық, шашудан шашайық, ал, жүгір бірексің. Қошемет ұрып. Рахмет, жана ғана күліп тұрып, чош кетіп қойды ма? Ол шошытпай өзі түсінбей қалып не болып кетті деп. Көк шөппен келген болды Айтөре. Жүгіріп кетсін, ал бір қошемет ұрып қойып. Рахмет. Кіл тауып жатыр. Ойланып алсын аға. Бұйырса машинаның кілтін алып жатыр. Алла қаласа бір мықты бір бизнесмен болсын деп бір қошемет ұрып қойып, бұйырса бір автосалон болсын Айтөре батыр. Бір қошемет ұрып қойып.
ортасына жайғаса берейік. Бір қошемет ұрып қойып, Айтөре батырымыз мықты бір азамат болсын. Қойдан сіздерге деген сыйлықтар бар екен. Ал өздеріңіз бір ауыз рахметтеріңізді айтып, сыйлықтарын табыстасаңыздар, рұқсат. Рахмет сіздерге. Көп үлкен ұлыңыздың сауын кесіп, өстіп, тілек ұшқандарыңызға айтқандарыңыз келсін. Осы кішігірім подаркымыз бар сіздерге. Құтты болсын. Және де баршаларыңызды келе жатқан жаңа жылмен құттықтаймыз. Құрметті қонақтар, ағайын туған достар, міне бүгін бағамыз бір жасқа келіп қаратабан болып тұсауын кесіп жатырмыз. Тұсауын ырымдап, өзіміздің жаңағы бауырымдай пісіп болсын, елге сыйлы болсын деген ниетпен Бағдат бауырыма және алыстан, екі Бастұз қаласынан келіп отырған Саматтың басшысы Гүлбера тәтеге осы кісілердің жолын берсін, осы кісілерде өжет, қайсар, батыл болсын, осы кісілерде іскер болсын деп, осы кісілердің жолын берсін деп мені кескізіп отырмыз. Сіздердің жолдарыңызды берсін, балаларымыз, сіздер сияқты үлкен азамат болсын, жолы ақ болсын. Рахмет сіздерге көп-көп. Айта кетейін, жиналған қауымымызға көп-көп рахмет. Тойдан кейін Гүлбераның үйіне вечер. Рахмет, Самат. Той құтты болсын, кішкентай балапан ақ жол тілеймін. Енді өздерің кескізіңдер, енді ұстап алыңдар. Қаланың ар жақ шетінен, бер жақ шетінен бір шығады. Сіздерге мың алды, сіздерге алғыстан басқа айтатын жоқ, сыйлықтарыңызды табыстап қойыңыздар. Сіздерге жаңа жылға қарсы, жаңа жылға дайындалған сыйлық. Бір қошемет ұрып қойыңыз. Ал енді барша салихалы мұсылманның ұрпақтары адал жайылған ақ дастарханымызға адалынан Сайлаубек ағамыздан илляхи әумин деп дастарханымыздың батасын шымылдығын ашып беруге сұрайық. Сайлаубек аға, төбек түсет қойсаңыз, дастарханымыздың батасын алайық. Ал баршамыз алға деп алған жай бисмилля деп білек көтерейік. Ал Сайлаубек аға дастарханымыздың батасын беріңіз. Илляхи әумин. Әумин. Орысша айтып болмайды, қазақша айтыңыз. Кішкентай нәрестенің тойы құтты болсын, денсаулығы зор болсын, бақытты болсын. Сол бәрілеріне бақыт тілеймін, денсаулықтары зор болсын. Әумин. Әумин. Берген батаңызды Аллахым қабыл етсін. Дастарханымыздың батасы алынды. Баршаларыңыз алдарыңыздағы бұйрықтан астан дәмнен алып отырыңыздар. Той қуанышты болсын. Айтөре батырымыз үлкен азамат болсын.
беташар тілегіне кезеген алғанды жөн көріп отырмыз. Осы жердегі әулетіміздің үлкендері, бауырлары, келіндері деп жазып қойған екен. Сайлау ағамыз бастаған, Рабиға тәтеміз қостаған, Бибігүл тәте, Майя, және де Құйған, Несіп, Мақсұт, Асия, Рина, Салтанат деп жазып қойған екен. Аттар аталған әулетіміздің үлкендері, бауырлары, келіндері шама келсе ортаға тойдың той екенін көрсетіп, ортаға билет келіңіздер, ақ тілек ниет айтып беріңіздер. Ал ортада әулетіміздің үлкендері Сайлау, Рабиға, Бибігүл тәте, Майя, Құйған, Несіп, Мақсұт, Асия, Рина, Салтанат. Ал әулетіміздің ортаға билет беріңіздер. Қиындық жоқ. Және де келген барша меймандар той кезінде сыйлықты, конвертті барлығымыз тілек айтып болғаннан кейін бірақ береге. Және де үлкендеріміз тілек айтқан кезде баршамыз шама келсе мұқият болып кішкене тыңдайық, ән айтқанда би билеген кезде шулай сіздерден үлкен өтініш. Және де өзіңіз адам саны қатты көп емес, сыртқа ары бері шықпай ер азаматтар. Шама келсе бір адамнан шығып келіп отырсаңыздар болғаны. Ал қош келдіңіздер. Кімнен бастаймыз? Кім өткені, кімнің жолы? Ағаларымыз сөйлесін дейді, сізге сөз беріп жатыр. Ал біз сәл тілек тыңдайық. Құрметті қонақтар, құда-құдайымдар, туыстар және Самат пен Жұпардың жолдастары алыстан келген. Бүгін мінекей біз Құйғанбек пен Несіптің немересі, Самат пен Жұпардың баласы Айтөренің бір жасқа толған қуанышына жиналып отырмыз. Ал енді осы Айтөреніміздің дені саулық, балалық бақытты шағы болсын деп ойлаймын. Және де аспаны ашық болып, келешекте бір мықты, білікті де білімді азамат болуына тілектеспіз. Шын жүректен тілектеспіз. Енді Самат Жұпар балдар туған құтты болсын, сауаздылар болсын. Аспан ашық болса, жылдақта туған күнін тойлап, аман сен жүргенде сол қызығын көрегендер балалардың аман болды. Қош келдіңіздер, құрметті көпшілік қауым, құда-құдағилар, ағайын туыстар, балалардың жолдастары, Самат пен Жұпардың құда балалар, құдашалар дегенде барлықтарыңызға мыңда бір рахмет. Бүгін өстіп Самат мен Жұпарымның қуанышын бөлісіп, уақыттарыңызды, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мыңда бір рахмет. Былтыр ғана осы уақытта кішкентай мына балапанымыз дүниеге келеді. Ой жаным, туған күні құтты болсын ал, төреш. Енді міне Құдай бұйырса, аман болып міне қаратабан болып деп жатады ғой қазағымыз. Табанымен жер басып адам қатарына қосылып жүгіріп жүр. Ал туған күні құтты болсын жаным. Аман болсаң той деген әлі көп, алызымызда қайда той деген. Көз қуанышымыз болып, ортамызда әке-шешең бақытты өтсін, балалық шағың базарлы болсын. Бәріміздің көз қуанышымыз болып ортамызда жүре бер. Саматым сыртта жүр ғой, аман бол. Екеуіңнің де еңбектеріңе жеміс тілейік, жора жолдастарының арасында әрқашанда сыйлы болып, бала-шағаларыңды өстіп, өсіріп, өндіріп жүре беріңдер. Е жаным, ал сен айналайын төрешім сол балапанымыз, ұрпағымыз ғой. Денің сау болсын, бір иман жүзді, бір жақсы, жүрегің нұрға, мейірімге, шапағатқа толған жақсы бір азамат бол. Айналайын сол. Ал енді осы тойымыз тойласын, барлықтарыңызда осындай баланың қуанышын, баланың тойлығын тойлаған деген өте жақсы нәрсе ғой. Той көп болсын үйімізде. Тағы да осы уақытты пайдаланып, осыған мен пайдаланып айтқым келетіні, осы төрешіміз мен енді үйімді біледі ғой, бірталай сен бір ауылдың ішінде болсақ та, осы төрешімізді туғаннан бастап Жұпар біраз жұмысқа шығып кетті, мына қыздар өзінің коллективі біледі.
соның барын жоғын білдірмей түске дейін әкөнайым түстен кейін сағатын қарап, балалар сабақтарынан да қалмай, тренировкалерінен де қалмай, өздері, міне мұғалім апайлары түгел отыр, өздері спортсмендер. Ой, жандарым сол, бопаларын өсіріп, міне, арасында мен керек болғандығына мына, өздері өсіріп, сабағынан қалмай, мамаларын бір жағына шығысып жүрген, жұбарыма саған да рахмет, Саматтың сыртта жүргенде, осы бала-шағаңа ие болып, осылардың қасында түгін білдірмей, жүгіріп жүргеніңе рахмет. Қол-аяққа Құдай дерт бермесін. Абыройлы бол, қашанда аман бол. Сол бар жақсылық тілеймін. Ал ғұмырлы болыңдар. Рахмет барлықтарыңызға. Той, бәріміздің шаңырағымызда той болсын. Шапырағымыз тұрма болар. Құрметті тойға жиылған тойшыл қауым, келген қадамдарыңыз құтты болсын. Самат, Жұпар, әке, тойларың құтты болсын. Төрешіңнің тұсаукесер тойы құтты болсын, туған күні құтты болсын бүгінгі. Дені сау болсын, өсіп өне беріңдер, еңбектерің жемісті болсын, балаларыңның қызығын көріңдер, той қыласа берсін. Аман болыңдар. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Самат, Жұпар, тойларыңыз құтты болсын. Балаларыңыз туған күні құтты болсын. Көргендері тек қана жақсылық болсын, өмірі ұзақ болсын, тек қана биіктен көрінсін. Осы бәрі қайтқан тілектер қосылып, тойларыңыз құтты болсын. Қайырлы кеш, құрметті қауым. Бүгінгі біздің әулетте қуанышымызды келіп бөлісіп отырғаныңызға көп рахмет. Бүгінгі келіп жеткен төрешіміздің бір жас туған күні құтты болсын, өмір жасы ұзақ болып, дені сау болсын. Осы кішкентайымыздың қуанышымызды әрқашан бәріміз бірге бөлісіп жүре берейік. Сіздерге де тілейтінім тек қана жақсылық, шаңырақтарыңызда қуаныш көп болсын, жақсылық болсын. Осында отырған үлкендеріміздің бәрін тілектері періштенің құлағына шалынсын. Тойымыз той аласың. Самат пен Жұпар, сендерге тілейтін дендерің сау, аспандарың ашық, жұмыстарың табысты болсын. Осында жолдастарың келіп отыр, көп рахмет, қуаныштарыңызды бөлісіп. Әрқашан шаңырақ қуаныш болсын. Той аласың. Рахмет. Самат, Жұпар, бүгінгі тойларың құтты болсын. Төретайымыздың бір жасқа келген туған күні құтты болсын, өмір жасы ұзақ, дені сау болсын, ауырмасын, тек сендерге қуанышын көрсете берсін. Тек қуаныш болсын шаңырақтарында. Артынан қыз ерсін, өзі ыдыс-аяқта өнеді ғой. Артынан бір қыз ереді деп қоямыз енді. Қыз ерсін. Ал келген қонақтар, келген қадамдарыңызға нұр жауып гүл өссін. Жақсы отырыңыздар, жақсы демалыңыздар. Жақсы бір көңіл күймен үйлеріңізге қайтыңыздар ғой. Келесі, сөйлейтіндер бар ма? Қосыламыз өйді. Қосыламыз. Ой, мың алғыс сіздерге. Айтқан тілектеріңізді Аллахым қабыл етсін деген келеді. Енді бүгін тойға не алып келдіңіздер? Жоқ, ақшадан басқа ән, би бірдеңе бар ма? Жақсы, онда тойларын құттықтап, сыйлықтарыңыз табыстап, тойларын беттерінен сүйіп, арқаларынан қағып, одан кейін бүгінгі күн ертеңгі тарих деп бір естелікке суретке түсіп қойып. Әулетіміздің үлкендеріне бір қол соғып қойыңыздар. Аға, суретке түсіп қойып, фото. Аға, фотоға түсіп қойып, суретке түспесеңіздер, оператор кісі олыңыз қойып. Рахмет. Ал енді барша қадірменді меймандар, сіздерге жақсы бір хабарландыру айтқым келіп тұр. Өйткені бүгінгі кешіміздің үлкен асы дайын болған екен. Ал сіздердің құрметтеріңізге Қарабұлақтағы Атамекен мейрамханасының аспазшыларының қолынан дайындалған ортаға үлкен асымызды қарсы алайық. Ортада үлкен ас.
баршамыз қол жайық, үлкен асымызға тағы бір мәрте сайлауымыздан баталайық. Құдадан дейді, жақсы құдадан алайық. Ал баршамыз қол жайық, үлкен асымызға құдамыздан батамызды алайық. Ал иләхи әмин, қол жайық. Ağdayım olasın, kırmam olasın, eşyamaklık olmasın, denlik sağlığın, dastırkan bayrağın geçin, işkendayınızın, deni sağlığın, жақсылық азамат болуына тілектеспіз. Алла. Әмин. Берген батаңызды Аллахың қабыл етсін. Іш қызбайды, іс қызбайды, ой қызбайды, той қызбайды, асқазан-аяғында көңіл ешқашан жайланбайды. Қазақтың асқанда ет жегенде мазалауға болмайды. Абасын ет сіздердің ішіңізге 2-3 минут уақыт берейік, астарыңыз дәмді болсын. Ал енді сіздер астан дәмнен алып отырыңыздар. Қазақтың тойы несі той, мың бұралған би болмаса, құлаққа жарымды әсем әні болмаса, сіздердің құрметтеріңізге сонау Талдықорғаннан келіп отырған той иелерінің шақыртуымен келген Қазына шоғын қыздарын ортаға шақырайын. Сіздердің құрметтеріңізге қазақ биімен. Асқар Айгүл, Арман, Ілияс дейді. Ал аттар аталған барша нардай нағашылар тойдың той екенін көрсетіп, шама келсе орындаға билет келейікші. Ал барша нағашылар орындаға билет!
қош келдіңіздер. Уақыт жоқ заманда уақыт тауып осындай той иелерінің бүгінгі Ақтөреде батырымыздың қуанышын бөлісіп келгендеріңізге той иелерінің атынан сіздерге алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Ал нағашылар кім қай жылғы? Кімден бастаймыз? Үлкен өзіңіз қойды, өзіңізден бастайық. Ал біз сәл сабыр сақтайық, бір-бірімізге сыйып құрмет көрсетейік. Қымбатты қонақтар, той кезінде тыныштық сақтап отыруларыңыз сұралады. Самат жұпар, тойларың құтты болсын, төрешіміз үлкен азамат болсын, бағаның бері айтылған бетте қабыл болсын, қадамыз құтты болсын, аман есен болайық, ел аман тыныш болсын, тек қана жақсылық той бола берсін. Кеш жарық. Мінеке бүгін қарағатта мына атамекен есінде үлкен той болып жатыр. Айтөреміздің мына жаңа жасы құтты болсын, қадамы құтты болсын, үлкен азамат болсын, бала шағы өте зор болсын, дені сау, ұзақ ғұмыр берсін баламызға. Осы келіп отырған бәріктеріңізге, мына қуанышты бөліп отырған бәріктеріңізге үлкен рахмет, мына алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Тойымыз тойға ұласа берсін, мына ата-анасы аман болып, мына бауырымен әпкесі аман болсын, осы баланы қарап өсіріп жатқанына. Соларға көндік, мінеке, жүр қайтайлар. Енді біз мына өзіміздің атымызда мына Думан Айтөремізге бір тай, ағасы өзі үйретіп, мүгізі жүреді. Үлкен азамат болып өзіне ерік болсын өткенге. Үлкен рахмет. Қорада тұрған тышқақ лақ емес, бір тай жылқы деп жатыр ғой, бір қошемет ұрып қойыңыздар, бір жылқыға. Рахмет. Как раз өзі жылқы келе жатыр, соған жылқы сіздерге мың алғыс. Келесі. Сәлеметсіздер ме қонақтар, той құтты болсын. Ал құрметті Самат жұпар, кішкентайлардың тойы құтты болсын. Ақтөре бір жасы тұсау кесер болып жатыр. Тойға ұласын, аспандарың ашық болсын әрқашанда. Елінде елеулі, халқына қалаулы азамат болсын. Алла алдынан жарылқасын дейді ғой. Әрқашанда жол ашық болсын. Ағайын туыстың арқасында атасы бар, апасы бар, бақытты немере деп ойлаймын. Үлкен жігіт болсын, талмас талап, қажымас қайрат тілеймін. Бағалай білсең бақ қонат дейді, қона білсең құт қонат дейді. Екеулері бір-бірін бағалаймын, ағайын туысты көргенде қуанармын. Алланың назарында бақыттың назарында болыңдар. Той боласын, құтты болсын. Тойшы қауым, бүгінгі Ақтөбенің қарым-жандылық Айтөрешіміздің алғашқы қадамы, тұсауы десіп, өмірге алғашқы қадамымыз. Жаңа қонып атырмыз, езуінен күлкінге күлкісі кетпесін бүлдіршінмен. Башке жұпан, осы бүлдіршіндерінің жемісін жегісін, үлкен белестіктен көрсін. Осы сендерге денсаулық берсін, осы бүлдіршіндерімізді үлкен жетістіктерге жеткізу үшін атамызбен төрде тұрған апамыздың немересінің жаңа айтып отыр ғой, қара табан болып алғашқы қадамын көпшіліктің алдында тұсауын кесіп жатыр. Осы бүлдіршін өмірде осындай қуанышты күні көп болсын. Кәріс қалды айтады дейді, осы бірінші бір жасқа келген тоғын атап өтсін. Негізінде бұл жақсы ырым. Енді осындай көпшіліктің батасын алып, тілегін алып, үлкен Айтөреш төрде көрінсін. Ауамен қорқамыз. Мен енді көп сөйлеймін, бірақ микрофон сызам қачуымды сөйлемей қалам. Ана қойғанаға естәлі бақып көрген беріп өтеді. Мына кішкене немелеріңіз алғаш той құтты болсын. Енді тойлар алда, қазір беремін. Мына тойлар алда сүндет той бар, тілашар той бар, тойлар көп қой, тойлар жалғас берсін. Сол, аға, тәте, мына немелеріңіздің тойында, балаңыздың үйлену тойында төрде отыруға нәсіп етсіз. Сіздерге ақша шашты, сары самайды, сатысты болып, жорықта төрде отырыңыздар.
үлкендеріміз аман болсын. Ama кішкентайымыз егін үлкен азамат болып жоғарыдан көріне берсін. Жақсы мектепте қосылам, аман есен болайық. Үлкен рахмет. Біз қосыламыз, өзім қосылатын кісілер жақсы көремін бар ма? Сөйлес. Қосылам дейді осылар. Ой, молодцы, супер. Рахмет, енді сіздерге өмірлік бәйгеде жүлделі болыңыздар дегіміз келеді. Енді той иелеріне сыйлықтарыңызды табыстап қойыңыздар, одан кейін бір естелікке суретке түсейік, одан кейін ортада бір билет дастархан басына жайғасатын боламыз. Бір қол соғып қойыңыздар нардай нағашыларға. Бүгінгі күн ертеңгі тарих, ертең Ақтөбенің бір жасында құда түскен суретіңізді көріп отырасыздар. Тарапымыздан бір керемет ән болсын, өзіміздің өнердегі, өмірдегі ағамыз, Серғазы ағамыздың атынан керемет ән болсын, шама келсе ортаға жұп-жұптарыңызбен вальске шықсаңыздар. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім елдеп ел жүрем. Шаршатты ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Аңқылдайдылар, қарамайдылар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйініп тұрып, анам сүйінген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйініп тұрып, анам сүйінген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды. Тынысым ғажап, тіреймін елге маңдайды. Ет жақындарым аттанып кеткен келмеске. Көз көргендерде азайып қаптау сол қайғы. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Аңқылдайдылар, қарамайдылар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйініп тұрып, анам сүйінген шарбаққа. Рахмет, той құтты болсын Самат мырза. Естіп отырсыз ба сізге қалай шапалақ ұрып жатқандарын? Естіп отырсыз ба? Рахмет. Ал енді жан-жарымыздың есімі кім? Жұпар. Отау құрғандарыңызға қанша жыл болды? 15. Точно ма? Бір қошемет ұрып қойып, есімде екен. Үйде екеулеріңіз оңаша қалған кезде жұпар тұрады беріп, қандай жоқ па бір басқа бір романтика басқа еркелету? Примерно біреуін айтын енді. Үйде жүрсе, жұпар келе ғой деді ғой. Ал жұпар қанға бір болсам қой. Рахмет.
рахмет. Сіздер бар ғой, біреудің тойында жүрген сияқтысыздар бар ғой. Бүгін той, бүгін қуаныш. Сіздер қалай жүресіздер? Келген қонақтар да солай жүреді. Сіздер жақтырмай жанында жүріп жүрсеңіздер, бұл кісілер жақтырмай тұр ғой деп ойлайды. Сіздер күліп, билеп жүрсеңіздер, бұл кісілер де көңілді жүреді. Тойдың жақсы өтуі тікелей сіздерге, олай қонақтарға байланысты ойлаймын. Бізге 1% байланысты. Жұпарханды танитындар бар ма? Жақсы, енді ұлдың жолы, ұлы жол дейді, сіздің көңіл күйіңізді көр. Өзіңіз жалғыз билетіңіз жақын, өзіңіз жалғызына кісі әбден үйреніп қалған ғой, 15 жыл жалғыз істемейді іштеген, жалғыз ба деп тұр ғой, жалғыз өзіңіз бүгінше. Ал Асқар Тау әке керемет жар, красавчик, нағыз мужчина бүгінгі тойыңыздың. Бірақ сіз жаңа билеп атқан кезде Жұпархан айтты ғой, би деген ондай болмайды, Саматтың би ма? Би дегенді мен қазір көрсетемін деді ғой. Мен билеген кезде ешкімге айтпаймын, барлық қонақ орындарынан тұрады деді ғой. Ал енді ештеңе деп айтпаймын, бүгінгі ақтөреміздің анасы аяулы жар, бүгінгі той иесі Самат мырзаның жан жары, өзі бүгін керемет жып-жылтыр көйлек киіп алған Жұпарханды бір қарсы алайық. Көрдіңіз ба? Жұпархан бір айналып келіп, бүткіл дастарханның орнынан тұрды ғой, супер бар ғой Жұпархан. Бірақ Жұпарханы мен Самат мырзаның биі бар ғой, бір-біріне ұқсайды ма? Бірдемей қатты райықтар жоқ. Самат мырзаның биі қалай болды? Жақсы, сіздердің көңіл күйлеріңізді көрдік, билеріңіз жақсы екен. Біз ерте бастап кеттік, келіңіздер, жайғасыңыздар. Ал ең көңіл дастархан қай дастарханға береміз? Барлық дастархан. Рахмет. Қай дастархан? Сіздің әріптестеріңіз ба, сіздің әріптестеріңіз, иә? Семейный ерегес басталды. Қай дастархан? Төрттеді. Қай дастархан? Беріксі. Қай дастархан? Екеуі де бол, Жұпархан бол. Қалған ема. Екі дастархан, бірақ бұл жақта нағашылар бар, мен нағашыларға сенемін. Бірінші сол жақтан бастайық. Кешіп келген қонақтар сіздер кешкен жоқсыздар, дастархан басында жайғасыздар, үлкен өтініш. Қазір амандасатын боласыздар, иә? Үлкен өтініш сіздердің. Senizde armağanım, sarı oyuncağı.
молодец бар ғой, өздері бір жарым дастархан болса да қалыспай ән айтып отыр. 25 ұпай беріп қойын, сіз үшін 10 ұпай беріп қойын. Сонымен общий қанша ұпай? 35. 35 ұпай. Мына кісі үшін тағы 5 ұпай беріп қойын. Сонымен қанша болды? 40 ұпай. Рахмет. Пышақ жоқ па? Салбет қалай бата? Салбет қалай? Сол. Жақсы, қазір ән айтқан кезде барлығымыз билеп тұрып, салбеттің төбеге айналдырып тұрып ән айтайық, сіз билеп тұрыңыз. Келесі Самат Мырзаның командасына берілетін ән мынандай ән болсын. Жібер маэстро, сол Елу, 65 бұрын аяқ дұрысы батыр. Бағана 30 ұпай болды, 5-ен алып салдық, 25 қалды, одан кейін тағы 25 берді қанша? 50, осы кісі үшін 10 ұпай берді. Өздіңіз санап алсаңыз, сіз үшін тағы минус 5 ұпай. Ал оң жақ, дайынбыз ғой, тура жағдағындай өздеріңіз. Bir дастархан болса да супер. Сөз жоқ, командаға 30 ұпай беріп қойып. Жұпарханның кезек үшін. Қайсы сүймей алып. Сендерге әрдайым сендер келіп бітпей қойса. Бірден күш. Мә, супер. Мә, оң жақ бар ғой, дауысыларыз қатыр. Бірден күш. Бірден күш. Мә, супер. Тойларыңыз құтты болсын, бір қошемет ұрып қояйық ойыны. Салмақ. Ал Самат Мырза қандай? Сері жігіт дейді. Қандай? Сұлу жігіт. Салмақты, сыпайы, симпатичный. Самат Мырза қандай? Сабырлы, сыйлы, сүйкімді дейді. Ой, күшті, сүп-сүйкімді. Самат Мырза қандай? Сері. Жоқ қойдың басқа. Ал Самат Мырза қандай? Танисыздар ма негізі? Жезден ғой дейді, чай ішіп олар емес, сәтесін жасайсың. Ал Самат Мырза өзіңізге жақын билей берді десем, сексуальный деме билей жүрген. Коллектив танысудағы есіміңіз? Әділет болады есім. Коллектив емес біз негізі. Қазір уже неше жыл болды, доспыз ғой былайша. Қанша жыл болды дос болғандарыңыз сол? 8 жыл болды. 8 жыл ішінде араларыңызда не болды? Көп нәрсе, бұл арамызда қалсын, бәрі деп түсін. Қазір бәрін айта берсем бар ғой, ят болды. Болды. Ал Самат Мырза қандай? Мен жаңа айттым ғой, сексуальный. Алда жақсы нәрселер айтып жатыр ғой. Болып бір қошемет ұрып қойып. Осындай рахмет сізге, мың алғыс, бір қошемет ұрып қойып. Рахмет. Ал енді тура жанарында
жұпар ханым қандай деймін, ж деген әріптен жауап берсеңіздер болған. Түсінікті. Жұпар сонда жайлы. Жылауық, жайлы. Сосын жақсы адам дейді. Жаман адам десем қандай? Жайдарлы. Жайдарлы, ол қандай? Жұпар, жомарт, ол жақсы. Қандай? Жабайы? Макс, жабайы деп отырсыз. Жабайы сөз. Қандай? Ау, ашық, жарқын ашық, о, жақсы. Қандай? Жүзі жылы, жұлдызы жарқыраған жұпар. О, күшті Максим. Қандай жұпар ханым? Жауапкершілігі мол. Жауапкершілігі мол. Қандай жұпар ханым? Жұпар, жұпар. Қандай? Жайлы. Ал мағашта жұпар ханым қандай? Жайлы. Жайлы, үшінші сөз айтып қойшы. Қандай? Қандай саны? Барлығы. Жайлы журналисті. Күшті нәрсе айтты? Женственная. О, орысша келіп отыр. Қандай? Жақсы жар. Қандай? Жақсы ана. Қандай? Жақсы кісі дейді. Ал жұпар ханым қайсысы ұнады сізге? Рахмет, қош келдіңіз, таныс отырайық. Есіміңіз? Нұр болсын. Кім боламыз? Нағашы ағасы. Нағашы ағасы. Не жұмыс істейміз? Пөл. Аман қалдым десеңіз. Шопыр болдым. Шопыр. О, бір қошемет тұрып қойып, как раз жаңа жыл жатыр, коэффициент көп болады. Жұпар ханым қандай? Жұлдызы жарқыраған жұпар. О, бір қошемет тұрып қойып, керемет қойып. Арнайы тойлардың атынан осындай той сіздің де үйіңізде болсын. Сізге мың алғыс, дастархан басына билет марқабас. Бір қошемет тұрып рахмет, енді тойды қыздырайық бүгін. Аға бүгін той қуаныш, орын болсын деп. Ал енді маған ортаға жақсы билейтін жігіт қыз. Осында тұра береді. Қыздардан кім бар? Жұпар ханым. Прям жақсы билейтін кісілер керек. Кім бар? Қаламқас ханым ортаға билет. Сізге кеш
сізге бересіңізші? Жоқ, сіз топтысыз, жоқ, сіз бұл берсеңдер. Бұл отыра беріңіз, бағдардағы мықты болып тұр кішкене бар. Бұл башымыз орқайды. Стоп, екеулеріңіз де отыра беріңіздерші, бір-бір сөз рахмет. Сыйлықтарыңызды алып кетің, аға. Сыйлығыңызды аласаңыз, бұғалтырған, аға. Рахмет, аға. Ал енді бізде келесі. Сізгеңіз бар. Кеуде. Біреуі қандандай. Кеуде. Қайсы қызы бар, жігіт бар? Қызды ол. Қайсы қызы бар, жігіт бар? Охо. Жақта рахмет. Келегіз, Самат мырза ол қыз деген. Ал келесі сізгеңіз, аға. Стоп. Девушка. Жақсы. Бір сыйлық бере салайық сізге, аға. Бағдардағы мықты болып тұр еді. Қалаға сағанға жақсы бір сыйлық. Теңіздер ортада бір финал, аға, теңіздер. Стоп. Өліп жармай қойып, бүгін той, бүгін қуаныш. Екеуі. Рахмет. Бүгінгі тойымызды көтеріп ордаға ат салысып жатқан барша бүгінгі ойынға шыққан қонақтарға бір қошеметтер қойыңыздар. Рахмет, екі бас тұз қаласын арнайы осы той үшін келді ма? Мә, бір қошемет ұрып қойыңызшы, арнайы осы той үшін. Сіздерде жұмыс Рахмет. Келіңіздер, шүкірмен қонақтар келіңіздер. Бол қойдым. Рахмет, енді Совет өкіметі кезінде барлығы ішке қойды ғой. Совет өкіметі. Қалжыдай ма? Жүрегін аға молодецтер бар. Ал енді арамызда бүгінгі тойымыздың ең бай қонағын анықтап алайық. Каспийда халық банкында миллион қаражаты бар.